Егер де сіз көлік салығын әлі де төлемеген болсаңыз, онда Каспий қосымшасы арқылы төлеуді ұсынамын. Ең әуелі мемлекеттік қызметтер бөліміне өтеміз. Мемлекеттік қызметтер бөлімінен салық бөлімін таңдаймыз. Көлік салығын таңдаймыз. Осы жерден көлік кімнің атына тіркелген, сол кісінің жеке сәйкестендіру номерін теру бар. Тексеретін боламыз. Егер де сізде ешқандай салық салынбаған депса, егер де әкімшіліктен немесе салық комитетінен қағаздар келіп жатқан болса, онда әкімшілікке немесе салық комитетіне барып, қанша төлейтініңізді білуге болады. Бұл жерде тұрғылықты мекен жайды таңдайсыз, және де өзіңіздің қарасты аудан, ауыл, және де көлік салығын таңдайсыз. Егер де сіз міндетті түрде көлік салығын төлейтін болсаңыз, 104-402 КБК-сын таңдайсыз. Бұл жерде менде барлық ауылдық округтер жазылған аудан бойынша. Енді осы жерден өзіміздің тұрақты мекен жайды таңдаймыз. Мәселен, көліктің қайда тіркелгендігі жайында сол ауданды таңдайсыз. Бұл жерге салық төлеушінің жеке сәйкестендіру номері, толық аты жөні, және де автомобильдің VIN коды деген жерге сіз қай көлікке төлейін деп жатырсыз, сол көліктің тех паспорты деген болады. Сол жерде 5-ші номерде жазылған шанақ номері, VIN коды дегеніміз шанақтың номері болады. Соны жазатын боламыз. Барлығын жазып болдым. Енді мына жерге мен қанша сумма төлеймін, соны жазатын боламын. 11.393 теңге. Бұны маған салық комитетінен жазып берген. Осы жерге 11.393 деп төлеймін. Дәл осылай өзіңіздің көлік салығыңызды төлемеген болсаңыз, осы видео арқылы төлеп алуыңызды ұмытпаңыз. Видеоны аса лайк басып, коммент